Жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді. Орайы келгенде айтармын деп жүредім. Сенің басыңнан үш түрлі мін көремін. Соны тыңда деді. Абай, айтыңыз әке, деп Құнанбайдың жүзіне тура қарап та тосып қалды. Ең әуелі арзан мен қымбаттың парқын айырмайсың. Өзіңдегі барыңды арзан ұстайсың, бұлдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке асылыңды шашасың. Жайдақсың. Жайдақ суды ит те, құс та жалайды. Екінші, дос пен қасты сараптамайсың. Досқа досша, қасқа қасша қырың жоқ. Ішіңде жатқан сыр ұшығы жоқ. Жұрт бастайтын адам ондай болмайды. Басына ел үйірілмейді. Үшінші, орысшылсың. Солай қарай дейін қойып барасың. Дін мұсылман жат санайтынын ескермейсің деді. Бұл сөздердің түкпірін Абай оңай таныды. Жас жігіттің өз жүрегіндегі нәрім мен барым деп жүргендеріне шабуыл жасалып отыр. Әкеге ермей, өз өмірін өзгеше беттетем дегендегі көп сырлары осы арада болатын. Баласының басындағы басқалықты Құнанбайда танып, тауып айтты. Бірақ Абай ендігі өз үшін дүниенің қай күшіне болса да көндірмек емес. Намыскер жүректің ызалы толқыны білінді. Жаңа үйде отырған шақта пайда болған шабыт, қызу қайта келген еді. Бұл тұста әкесін аяп қала алмайды. Сөйлеп кетті. Осы үш айтқаныңыздың үшеуіне де дау айтам әке. Өзімдікі дұрыс деп айтам. Ең әуелі жайдақ суға теңгердіңіз. Қолында құралы бар жалғыз жарымға ғана пайдасы тиетін шыңыраудағы су болғанша, құралды, құралсыз, кәрі жасқа түгел пайдасы тиетін жайдақ су болғанда артық санайды. Екінші, ел алатын тәсілді айттыңыз. Ел билейтіндердің мінезін айттыңыз. Менің білуімше, ел бір заманда қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы ай десе өргізіп, шайт десе жусататын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Алдына тас лақтырып шөк десең, аңырып барып қана бұрылады. Ал қазір ел бұрынғы көр балалықтан, нашар момындықтан сейіліп, көзін ашып келеді. Ендігі ел жылқы сияқты болды. Аяз бен боранда, жауын шашында топ не көрсе, соны көруге шыдаған, жанын аямаған, қар төсеніп, мұз жастанған, етегін төсек, жеңін жастық қылған бақташы ғана бағалады. Жанашыры бар, жақсылық пайдасы бар ғана кісі бағады. Үшінші, орысты айттыңыз. Халық үшін де, өзім үшін де дүниенің ең асылы білім, өнер. Сол өнер орыста. Мен барлық тірліктен ала алмаған асылды содан алатын болсам, ондай жер жатым бола ма? Жатырқап, қашықтауым надандық болса болар, бірақ қасиет болмас, деді. Құнанбай тыңдап болды да күрсініп қойды. Шарасыздық ажары білінді, бірақ үн қатқан жоқ. Сөз осымен біткен еді. Абай қоштасты да жүріп кетті. Дөң басында ауыр оймен жалғыз отырып қалды Құнанбай, қиналған күйде. Тағы жеңілді. Баладан ғана жеңілген жоқ. Ендігі өмір меңдеп барады. Әлсіредің, тозарлық шағыңа жеттің деп тықсырып кеп шетке қағып барады.